Саламатсыздар балалар, бүгін математика сабағынан 3-ші сынып 93-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қорытындылау және есептеу. Сен есептеудің үйренген тәсілдерін қолданатын боласың. Бірінші, өрнектердің мәнін тауып, балалардың қайсы театрда қандай қойылым түріне баруды ұнататынын анықта. Енді біз есептің мәнін табуымыз керек. Бірінші есептің мәні 21. 21 бұл сәулеге тең. Екінші есептің мәні 40. Балжан драмаға барады екен. Үшінші есептің мәні 399. Жазира операға барады екен. Келесі 110. Асқар пантомимаға барады екен. Келесінің мәні 11. Мұрат қуыршақ театрына барады екен. Келесі тапсырма, теңдеулерді шеш. Теңдеулерді шеш. Бірінші, 1000-нан 340-ды алып аламыз. X көбейту X көбейту 3 тең 1000-нан 340-ды аламыз, 660. 660 X тең 660-ты бөлеміз 3-ке. X тең 220. Келесі X бөлу 40 тең болады 2. 36-ны 18-ге бөлеміз. X тең 40 көбейту 2. X тең 80-ге тең болды. Белгісіз санымыз. Келесі тапсырма, мысалдарды есептеп, жауаптарын сандықтан тап. 18-ді 2-ге көбейтеміз. 36. 60-ты 5-ге көбейтеміз. 300. 17-ні 3-ге көбейтеміз. 51. 110. 20. 22. 202. 102. 210. 333. 123 және 241. Осы жауаптарға қарап, сандықшаның ішінен жауаптарын табамыз. Келесі тапсырма, есептерді шығар. Біздің мектептің 485 оқушысы театрға барды. Қуыршақ театрына 130 оқушы барса, опера және балет театрына одан 2 есе артық оқушы барды. Қалғандар драма театрында қойылымды көрді. Драма театрына қанша оқушы барды? Енді 130-ды көбейтеміз 2-ге. 130 көбейту 2 тең 260. Опера және балет театры. 260-ты 60-ға қосамыз 130-ды. Тең 390. 485 азайту 390 тең болады. 95 оқушы барды драма театрына. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырманы өзіміз ауызша орындаймыз, үйде отырып. Келесі 6-шы, есептеп дұрыстығын тексер. Енді біз 41-ді 2-ге көбейтеміз. 82. 213. Келесі 99. Келесі 124. Келесі 69. 41. 16. 17. 214 және 3. Келесі кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап. Қосылғыш және азайғыш берілген. 7-ші есепте біріншінің 636 шығатын мәні. Бұл жердің мәні 404 шығады. 534 және 800.
Бұл жерде бірінші 36-ны 3-ке бөліп аламыз. Одан шыққан санды 630-дан алып тастаймыз. Қосамыз бір-біріне. Екінші кестеде бізде азайғыш берілген. Біріншінің мәні 70-ке тең. Екіншінің мәні 630-ға тең. Үшіншінің мәні 710-ға тең. Және төртіншінің мәні 410-ға тең. Бұрышқа жаза салайын. Келесі теңдеулерді шеш. Келесі 8-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Енді бірінші 1000-нан 730 алып тастаймыз. X көбейту 30 тең 270. X тең 270 бөлу 30. X тең 9-ға. Белгісіз мәніміз 9-ға тең болды. Келесі 880 бөлу Y тең болады 535-тен 491-ді аламыз. 44. Y тең 880. Бұл жерде амал өзгермейді. 44-ке бөлеміз. Y тең 20. Енді A азайту 45. Тең 389-дан 254 алып тастаймыз. 135. A тең 135 қосу 45. A тең 180-ге тең болды. Келесі 9-ші тапсырмаға көшеміз. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. 9-ші тапсырма көбейтудің терімділік және ауыстырымдық қасиеттерін қолданып өрнектерді есепте. Біріншінің мәні бұл жерде жақша қойса да болады, жақша қоймаса да болады. Өңкей көбейту берілген. Сол үшін біріншінің мәні 500-ге тең. Екіншінің мәні 480. Үшінші 600. Одан кейінгі 800. Мәні 600-ге тең. Және соңғысының мәні 70-ге тең. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар.